Мынау атмосферасын қалай сезіндіңіз? Қолдау қалай? Керемет сезім. Маған ең қатты ұнағаны Жасұлан Әмір гол соққан кездегі стадиондағы атмосфера. Неге десеңіздер, жалпы өзімнің енді бейне кескінімде айтқан едім. Жергілікті бала, Шымкенттің баласы, академиядан шыққан бала және дәл осындай Жасұлан Әмір сияқты көп бір балалар бар және де өз балаң гол соққан кезде енді қатты қолдайсың ғой. Атмосфера керемет, барлығы әдемі стадионда және де тек қана Ордабасы енді өсе берсін деп тілейміз. Тек қана Ордабасы емес, басқа еліміздің клубтары да осылай дамыса, енді нұр үстіне нұр болар еді. Кеше шамамен 2-1 Ордабасы жеңеді деп болжаған едіңіз. Енді жеңіске жеттік, сізге үлкен рахмет. Бірақ голға қателестім енді. Ақтөбе гол соғатын шығар деп ойладым, сөздің шынымен, бірақ мүмкіндік болды. Артур Шушнаевтың мүмкіндігі болды, 2-1 болатын еді, бірақ қолдан алмады. Енді Ордабасы бірақ бүгін толық 100% жеңіске ойнады, допқа да көп иелік етті және 100% лайықты бүгін. Рахмет. Сізге де